Саламатсыздар жігіттер, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының антиток шайы. NL компаниясының өнімі болып табылады. Өндірушілердің айтуы бойынша адам денесінде қартаю процесін тежеп, адам денесіне токсиндерді шығаратын өнім болып табылады. Сонымен бірінші құрамына тоқтап кетейік. Құрамында курилский чай бар. Курил шайы адам денесінде радиоактивті заттарды шығаруға көмектесетін шөпті өсімдіктердің бірі болып табылады. Бұл көп жерде белгілі. Сонымен қатар көптеген микробтар мен вирустарға қарсы оларды вирустарды өлтіретін, микробтарды өлтіретін қасиеті бар. Сонымен бірге өтті айдайды, сонымен бірге тағы да антиоксиданттық қызметі бар. Бұл жерде барлық шайлардың барлық шөптердің құрамында антиоксиданттық қасиеттері бар деп жазылады. Бұл жерде антиоксиданттық қасиет дегенімізде соны айта кетейік. Адам денесінде свободный радикалы деген бар. Ол бір электроны бос, сондай бір химиялық атомдар болып табылады. Солар адамның денесіне тканьдармен, болмаса клеткалармен реакцияға түсіп, солармен бірге байланысып, олардың арасында байланыс болған кезде реакция жүреді. Сол реакция сол клеткалар мен тканьдарды зақымдайды. Былайша айтқанда оларды тез қартайтады. Олардың жұмысына, қызметіне кері әсер етеді. Сондықтан антиоксиданттар көп болған кезде адамның денесінде қартаю процесі төмендейді. Өйткені свободный радикалдарды оларды тоқтатып тастайды. Былайша айтқанда солармен байланысқа түсіп, солардың несі көлемі азаяды. Олардың көлемі азаяды деген сөз, значит, олар клеткада, организмде, тканьдарда реакцияға түспейді деген сөз. Сонымен антиоксиданттық қасиет бұл курил шайында бар, сонымен бірге көк шайда да бар. Құрамында көк шай бар, ол орталық жүйке жүйесіне оң әсер етеді. Қалай әсер етеді? Ол біріншіден адамды тыныштандырады. Сондай қасиеті бар. Депрессия кезінде адам көңіл күйі жоқ кезде көк шай ішуге болады. Сонымен қатар жүрек қан тамыр жүйесіне оң әсер етеді. Білесіздер, қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Сондықтан қан қысымы төмендегеннен кейін жүректің жұмысы ырғақта жақсы болады. Бір жағдай, екіншісі қан тамырларының қабырғасының жұмысы жақсарады. Өйткені қан қысымы жоғары бола беретін болса, қан тамырлары зақымдалады. Оны білесіздер. Сонымен бірге ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді көк шай. Сондықтан біз көбінесе тамақтан кейін ішуге болады. Неге? Өйткені ішектегі полифенол деген зат бар, сол ішектегі зат алмасу процесін күшейтеді. Сондықтан тек қана тамақтан кейін ғана ішіп қоймайды, сонымен бірге диета кезінде адамды арықтататын, салмақ тастауға көмектесетін көптеген диеталық шөптердің құрамында көк шайды көруге болады. Сонымен полифенол, сонымен қатар антиоксидант болып табылады. Антиоксидант дегеніміз қазір айттық, бұл жаңағы свободный бос радикалдардың жұмысын солармен бірге реакция түсіп, оларды бұғаттайды. Былайша айтқанда, сондықтан қартаю процесі мен клеткалардың зақымдалу процесі адамның организмінде төмендейді. Сонымен қатар көк шайдың шашқа, тырнаққа, теріге оң әсері бар деп есептейді. Сонымен золотая разга бар. Үшіншісі, золотая разга бұл адамның денесінде артық суларды, одан артық тұздарды шығаруға көмектеседі. Мен атлант шайын айтқанда айтқам. Атлант шайының құрамында да золотая разга бар. Бұл бүйректің жұмысын жақсартады, сондықтан адам денесіне артық тұздарды шығарады. Тұздар көбінесе бұл омыртқаның арасына, одан буындарға және бүйрек пен өтке жиналады. Сондықтан золотая разга бұл жаңағы как мочегонный препарат ретінде қолданады. Сондықтан денеде тұзды, артық суды және сонымен бірге қатар адам денесіне шылақтарды сыртқа қарай шығарады. Брусниканың көптеген қолданатын жері бар. Халық медицинасына температураны түсіреді, асқазан ішек жолына әсер етеді, сонымен бірге жүрек қан тамыр жүйесіне әсер етеді. Соның ішінде айта кететіні мынау бүйрек және өтте, бүйректе, одан кейін қуықта және қуық жолдарындағы қабыну процесі, воспалительный процесс болатын. Соны емдеуге көмектеседі. Одан кейін гастритте. Гастритте брусниканың қолданатын жері мынау қышқылдылық төмен болған кезде, адам көп тамақ ішіп болған кезде, қорыталмай қалған кезде сондай болады, қышқылдылық төмен деген. Ол сол жағдайда қолданылады. Сонымен бірге подагра, жаңа мен айтып кеткен подаграда. Неге подаграда? Өйткені подагра дегеніміз адамның жаңағы буындарының арасында тұздардың жиналып қалуы. Қарапайым тілмен айтқанда, сол жаңағы брусниканы қолданған кезде, бұл жаңағы бүйректегі құмды, өттегі құмды, одан кейін буындардағы тұздарды денегерден шығарады. Сонымен бірге тағы да чебрец и тимьян бар. Бұл іштегі спазмды келтіреді, как спазмолитик ретінде қолдануға болады. Асқазан ішек жолында түйіліп қалған болатын болса, қатты бүріп ауыратын болса, кіндіктің түсі осы жағдайда қолданады. Содан кейін микрофлораны жақсартады. Сондықтан іштің кебуі
іш қайта желденіп қайта үлкейіп кете бергеннен кейін осы нені тимьян мен чебрецті қолдануға болады. Сонымен бірге розмариндар. Розмарин бұл өттегі жаңағы тасты майдалайды. Өттегі, одан кейін бүйректегі тасты майдалайды. Адамның денесінен как мочегонный препарат ретінде жұмыс істеп, адамның денесіне артық тұзды шығарады. Бірақ бұл жерде айта кететін жағдай, антитокс шайын бүйректе тас, өтте тас болған кезде қолданудың қажеті жоқ. Өйткені жылжып кететін болса, әйтеуір 10 адамның біреуінде, 20 адамның біреуінде жылжып кететін болса, приступ беруі мүмкін. Сондықтан ондай жағдайға да қолданбаған дұрыс. Лучше, хотя негізі өттегі және бүйректегі тасты майдалайды деп айтады. Сондықтан енді түзеліп келе жатқан өте кішкентай мөлшердегі жаңағы құм болмаса тас болатын болса, сол кезде қолдануға болады. Сонымен антитокс дегеніміз қай кезде қолданылатын болады? Біріншіден бұл құрамында антиоксиданттық заттар бар. Антиоксиданттық заттар дегеніміз адамның денесін тез қартаюдан, содан кейін сыртқы ортаның ультрафиолет, неше түрлі химиялық заттар бар. Химиялық заттармен біз өзіміз күнделікті қолданамыз, жұмыс істейміз, оларды көп мөлшерде біз ішеміз, өйткені тамақтың құрамында бар, біз жеп жатқан жемістердің құрамында нитраттар бар. Солардың бәрін адамның денесінен шығаруға, аллергия болған кезде бір жағдайға байланысты адам қанын тазалауға, адамның денесін тазалауға қолданады. Антитокс және күнделікті қай кезде қанша уақыт ішіледі деген мәселе бойынша бұл күніне бір рет қайнатылып, екіге бөліп ішіледі. Азында кешке 100 мл-ден. Сонымен қанша уақыт ішеміз? 20 күн, 40 күн, 60 күн, қанша сіздің мүмкіндігіңіз бар. Өйткені кері әсер ететін заттар бізге үнемі әсер етеді. Ультрафиолеті бар, жаңа химиялық заттары бар. Сондықтан бізден қорғану үшін, содан және жас қалыпта қалу үшін осы шайды күнделікті қолдануға болады. Так, противопоказаниялар қандай? Противопоказаниялар бізде беременность, кормящим болмайды, өтте және бүйректе тас болатын болса, одан кейін ауыр жағдайлар болатын болса, жүрек қан тамыр аурулары, ол сол жағдайда қолдануға болмайды. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, осыны таратыңыздар. Біреуге болмаса біреуге бұл пайдасы тиіп қалуы мүмкін. Жақсы, қош сау болыңыздар.